Кир Мухаммед. Әзірбайжандық Анар Бабанли. Дәл осы маман бұл жекпе-жекті бастайды, төрелік етеді. Сонымен әңгімемізді жалғай отырайық. Жалпы Қытайдың қазағы қызыл жейдеде Тоқтарбек және оның қарсыласы мароккалық көк жейдеде Асакер Мухаммед. Мұның алдында спорт телеарнасындағы бәсекелердің бірінде біз тамашалаған Бахрейн елінің өкілі болды. 51 салмақ келге дейінгі салмақта Азат Махметов те жұдырықтасып, өзінің алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жеткен. Жалпы соңғы 2 жылда осы Бахрейннің атынан өнер көрсетеді. Өзбекстан командасында да 63-5 келі салмақта Руслан Абдуллаев бар. Ол біздің қандасымыз. Негізгі осы салмақтағы Санаталінің қарсыласы болады-ау, алтынға таласады-ау деген спортшылардың бірі. Алғадырында мароккалықтың шабуылы жақсы еді. Сондай-ақ Моңғолия құрамасында да 92 келі салмақта Бекнұр Қали деген отандасымыз жарысқа қатысып жатыр. Және тек қана боксшылар ғана емес, бапкерлер де бар. Мысалы, Болат Ниязымбетов Сербия командасын бастап келді. Марокко боксшыларын Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы Ерік Алғабек қосып отыр дегендей. Азат Махметовтың жұдырықтасу сәтінде де Ерік Алғабек бапкерді көзіміз көрген еді. Сонымен қатар Моңғолия құрамасында Қайнар Қайсанай, Түркменстан жасағында Теңелбек Жұмақұлов, Түркия командасында Ерғали Бекмұрзаев сынды жаттықтырушылар бар. Осындай жағдай. Ал енді біз рингке зер салатын болсақ, өте тартысты бәсеке. Мароккалық Мухаммед те өзін жақсы қырынан көрсетуде. Тоқтарбек оған қарағанда сәл бойшаң екендігі көрінетіндей. Жақсы, мінекей қатар 2 соққы дарды. Тоқтарбек жаңа айтқанымыздай бірінші жекпе-жегін өткізіп үлгерген боксшы. Бұл әлем біріншілігінде ашық айқас. Соңғы 30 секунд уақыт. Бұл жұптың жеңімпазы Абделрахман Салах Орабиге қарсылас атанады. Жаңа ғана шаршы алаңда өнер көрсеткен мысырлық боксшымен жұп болады. Сонымен бірінші раунд тәмамдалды. Жалпы тең дәрежедегі бәсеке деп бағалауға болады. Ұпай сандарда солай үлестіріледі деген сенімдеміз. Кей төрешілер бір тарапты таңдаса, кей мамандар екінші боксшыны жеңіске лайық деп санауы ықтимал. Тоқтарбек танытқан дегенмен жоқ, бір ауыздан алған екен. Барлық 10 ұпайды тіпті Асакер Мухаммедке сербиялық төреші 8 деген ұпай ұсынып отыр. Көрейік екінші раунд. Забирает первый раунд Тоқтарбек Танатханұлы. Даже 10-8. Отдает первый раунд один из судей. И пошел вперед сразу же. Марокканец отыгрываться неплохо. В первых же секунд получилось удивить, но пропускает сразу же в ответ несколько ударов. Такой атакующий бокс показывает нам Асагер. Есть попадание. Держит на дистанции. Тоқтарбек пытается именно с дальней дистанции работать, что неплохо у него получается. Да, немножко
вне правил сейчас был нанесен удар, но получает уже свое предупреждение. Ну и попытка заново на джебе держать на дистанции от Тохтарбека. Ну и ближняя дистанция. То, что любит уже Мухаммед Асагир. Есть! Отлично! Это нокдаун. Открывает счет рефери. Показывает марокканец, что все в порядке, что он готов продолжить. Но повело, конечно, его. И рефери просто обязан был здесь открыть счет. Тревожный, конечно, такой звоночек для марокканца. Отбивает, вот, по корпусу работает спортсмен из Китая. И получается все-таки у него держать дистанцию. Асагир все-таки больше рассчитывает на ближнее расстояние. Отлично, хорошо. Заходит, одна комбинация за другой. Уже разбивать начал. Застаивается, еще один нокдаун. Да, да. Интересно, как оценят судьи этот раунд. Потому что если проводить аналогию с профессиональным боксом, все, наверное, уже хватит. Не успел я завершить свою мысль. Еще раз вынужден открыть счет рефери. Останавливает поединок, да. Только задумался над тем, действует ли здесь правило 3 нокдаунов. Вот после 3-го нокдауна у рефери не осталось выхода. Останавливает он поединок. Тем самым Тохтарбек Таңатханұлы проходит следующий раунд. И ждет его египтянин. Египтянин Абдурахман Ораби, который перед Тохтарбеком разделался французским